Алабұға улаған күн. Шіліңгір шілденің бесінге таяған күні. Жер әлемді қуырардай шыжып тұр. Аспан әлемі қылаусыз ашық. Әлгінде толқын ақша бұлттар, құдды жарысқа түскендей бірі шобап көрінді де, үпілезде әлде қайда алысқа асығыс аттанғандай ізім қайым жоғалған. Онысы таңертең күлімдеп көрінген, одан соң зеңгір көкке шығындап шығып алып, тәкаппарлана нұр сәулесін шашқан, шақырайған күнге орын бергендер мекен. Бірақ мынау дөңгеленген дүниеге жан жануар, өсімдік, орман, тіпті тау тастарға да жайма шуақ жаздың шуағы керек-ау. Онсыз бірі ызғар, бірі салқын, бірі шекеңді шыжғыратын ыстық аптабы, алмасып келіп жататын жыл мезгілдерінің мән мағынасы, қызық шыжығы болған ба? Алла тағала жаратқан 18 мың ғаламның бір мысқал артық тыртығы болсаш. Раббымыз ұлан ғайыр жерді жаратты. Оның бетіне таулар тұрғызып, өзендер ағызды. Түнді күнмен жалғастырды. Ой жіберер қауым үшін осының бәрінде белгілер, дәлелдер бар. Бәрі де өз орнында. Бәрі де өз қолында жымдасып, жарасып, қабысып, табысып жататындығы жұмыр басты пендеге айдай анық. Қыраулы қыстың өз қызығы бар десек те, ойын қуған балалар үшін жадыраңқы, жаздың орны бөлек екендігіне талас жоқ. Аягөз өзенінің бойында бірнеше бала бағанадан бері тереңдігі кеңірдектен аспайтын су ішінде бірде малтып, бірде сүңгіп, бірде біріне бірі су шашып ойнап, мәз мейрам. Арасында судан жүгіре шығып, жағадағы ыстық құмға етбеттерінен жата-жата кететте, ары-бері аунап, үсті бастары құм-құм күйінде қайра өзенге жүгіреді. Алақай, мен бүгін суда малтуды үйрендім, деді Ақалақ деген таңқы танау қара бала. Мен де деп Ақалақтың қасындағы Нұржан, Тәуекел деген қара сирақтарда жамырай дауыстады. Дауыс мақамдарында қуаныш лебі еседі. Ой, сендер мына кіндіктен аспайтын таяз суға түсіп, қалай мақтанасыңдар, ә? Қашанда біреудің артықшылығын көре алмай, елді сайық мазақтап жүретін тапал сары Самат, достарының қуаныштарын онша елей қоймады. Мына сөзден соң ешкім ләм-мим үндеген жоқ. Оған тапал сарының мейманасы тасығандай, мұрнын бір тартып, қоқиланып қалды. Іле, Саматтікі дұрыс, сендер малтығыш болсаңдар, анау қара жартастың түбіндегі үлкендер түсіп жүрген иірімге барып жүзіңдерші. Сонда көрейік әуселеріңді, деді жағымпазданған жанасылды. Әйтеуір бір сөз қосқысы келгендей. Бұларды да дос деп сөзімізді шығындап, Ақалақ, жүр тамақтанайық. Біз Тәуекел екеуміз үйден ашыған күріш көжемен бауырсақ сармай әкелгенбіз, деді Нұржан үсті басына жоққан құмды қаққыштап. Суды жағалап барып, қолын жуды. Өзгелері де соны қайталады. 3-4 сағат суға түскен балалардың қарындары ашқан екен. Бәрі де қоржын сөмкелеріне салып ала келген тамақтарын газет жазып рет-ретмен шығара бастады. Күн ыстық болса да, далада, өзен жағасында ішкен тамаққа ештеме тең келмейді, деді Тәуекел, тәбетінің ашылғанын сездіргендей жұтқыншақтары бүлкілдеп. Ол рас. Оған менің көзім баяғыда жеткен. Қай әңгімені болсын, аузын дәмдеп, тамсанып асықпай айтатын Нұржан сөзге араласты. Нұржан су айтты, тыңдай беріңдер, бірақ ауыздарың дәмде болсын, деді тағы да бүйректен сирақ шығарған Самат.
Саматтың атқосшысы Жанасыл да қарап қалған жоқ. Нұржанды тыңдаймыз деп кеш батпасын, деді тұздай көздері жылтың-жылтың ете. Айт, Нұржан, айта бер, деді өзге балалар тақымдап. Онда кішкентаймын, деп бастады Нұрекең әңгімесін. Әкем мен үлкен ағама еріп, шөп шабуға Көкжайдаққа барғанмын. Шіркін, Көкжайдақ десе Көкжайдақ-ау, ауасы қандай, теңіздей толқыған көкпеңбек пәйек, аттың белауырынан келеді. Ал біздей балалар арасына кірсе, зым-зия көрінбей кетеді. Пай-пай шүйгін деп соны айтыңдар. Шөп те сол жылы ырғын шығып еді. Негізгі әңгімеге көшсеңші. Сағызша созбай, деді тағы да Самат пен Жанасыл жарыса. Әкем маған лайықтап қысқа сапты аша жасап берген. Сонымен шөп жинайым. Күннің ыстығынан шабылған жас шөп лезде кеуіп, құрғап, қаңбақтай болып қалады, деп Нұржан әңгімесін асықпай жалғастыра берді. Тағы бір жұмысым, күрең биені алысырақ апарып арқандаймын. Күніне 3 мезгіл тұмаға жетелеп барып суарамын. Өй, болсаң шент, деп қалды Саматтың шыдамы таусылып. Асықтырма, біреу қуып келе жатыр ма, деді. Араларындағы ересектеу Сәдібек. Айтсын. Нұржан әңгімесін одан әрі сабақтады. Айтайын дегенім, шынында далада ішкен тамаққа адам тоймайды екен. Қайда кеткенін бір Құдай білсін. Сіңе береді. Шайды де қызыл күрең етіп шығарып сіміре береміз. Сендер ойлап қалмаңдар, Көкжайдақта бәрі курорт екен деп. Қызығымен қоса шыжығы да бар ол жердің. Соныңды айт. Керегі сол. Бәсе, әр әңгіменің бір түйіні, қызық тұстары болады ғой, деп балалар шулай жөнелді. Нұрекең сөзін жалғастыра берді. Күн жарықтық қызарып көкжиекке құлайды. Осы кезде Самат шек сілесі қатып, екі бүктеліп тыпырлады да қалды. Әсерлі әңгімеге елітіп, ынтыға тыңдап отырған балалар таң тамаша. Күлетіндей не айтты Нұржан? Табиғат тамашалары, өзінің көргендері, аздап өлең құрастырып көркем әдебиетті көп оқитын ақын жанды Нұржанның әдебиеттен тек 5-ке оқитынын, әңгімені майын тамыза айтатынын сыныптастарының бәрі біледі. Не болды, Самат? Әсерлі әңгімені үзіп, деді достары кейіп. Күлгенімнің мәнісін айтайын, деді Самат аяқ асты салмақтанып. Қасымыздағы бірге жүрген досымызды жыға танымайды екенбіз. Бұл бір ме? Екіншіден, Нұржан артист екен. Атасының аузынан түсіп қалғандай құдды. Шешіреші шал ғой тура. Соны байқамадыңдар ма? Шал болса несі бар, деді Сәдібек. Өз ана тілін білмей шүлдір етіп жүрген кейбір балаларға қарағанда Нұржанды мақтан етуіміз керек. Болмасаң да ұқсап бақ деген Абай бабамыз. Менің өз басым Нұржанның шешен жатық тіліне қызығам. Одан үйренуіміз керек. Нұржан әңгіменді аяқта. Содан соң тұрайық, суға түсейік. Ата-аналарымыз да бізді жоғалтып жатқан болар. Күн жарықтық, қызарып көкжиекке құлайды. Тым тырыс. Төбемізде құйқылжыта ән салған боз торғай, құлағыңды тіксең сайын дала, қазағымның дархан даласы да жырлап жатқандай. Бірақ сондай мамыржай шақты ызыңдаған маса бөліп жіберді. Қолыңмен періп қаласың, тағы көтеріледі қолдарың. Басың, қас қабағың, беті қолың, желкең, ду-ду. Олар ашық жерлер ғой. Жон арқаңнан, көйлек сыртынан, біздей тестерін сұғып алғанда, жаныңды қайда қоярыңды білмейсің, ау. Қайта сабаланғаннан түк өнбесін білген соң, маған әкем тезек жинатып, түтін саламыз. Сонда құтыламыз пәлекет қан сорғыштардан.
Нұржан әңгімесіне нүкте қойды. Осы ма? Дед азар шыдап отырған Самат орнынан тұра беріп. Сайқымазақ Жанасылдан сөз қалған ба? Енді болмағанда Нұржанның әңгімелері осы ғой дейм. Басы бар, аяғы жоқ. Ұлдардың алдына шыққан Самат қолдарын көтерді. Тың ұсыныс айтарда ылғи осылай істейтін. Менің басыма бір идея келіп тұрғаны, деді Сәкеңнің көздері шоқтай жайнап. Тамақтанып босаған бидон банкілерімізге нанның қиқымдарын салып, жұдырық сиятындай тесіп, дәкемен аузын байлап балық аулайық. Охо, нағыз ұсыныс осы. Қане, бастаңдар. Балалар балық аулау қызығына жедел кірісіп кетті. Жанасыл, сен мына 3 литрлік банкіні жуа берші, деді Тәуекел. Жуған нес? Қайта ішіндегі қалған тамаққа келмей ме балықтар, деді Нұржан. Нұржан мен Тәуекел ашыған көшеден босаған бидондарының ішіне наннан қалған ұсақ қиқымдарды салып, мойнынан жіппен байлап өзенге қарай жүгіре жөнелді. Саматтың қолында да бидон, ал Жанасылдың қолында 2-3 литрлік шыны банкілер. Балалар, араларың тым жақын болмасын, алшақ-алшақ тұрыңдар, деді Сәдібек топтанып тұра бастаған ұлдарға. 10-15 минуттан соң балалардың алды банкілеріне майшабақ, ұсақ балықтардың түсе бастағанын хабарлады. Қармақ емес қой, аузына ілінсе ешқайда кете алмайтын. Сондықтан банкілеріңді судан шығарып, түскен балықтарыңды жинап отырыңдар, деп қояды Самат. Өзі де бірер майшабақтарды ұстаған сияқты. Қасынан қалмайтын Жанасылдың қолындағы ыдысына салып жатыр. Осылайша балық аулаудың қызығына беріліп, бірімен бірі құдды жарысқа түскендей, ара-арасында түскен балықтарын санап жүрген балалар кенеттен ауыр тас түскендей дыбысты естіп жалт қарасқан. Сөйтсе, манадан бері іші пысып тұрған Жанасыл ыстықтаған соң ба, әлде достарының мына тірліктеріне кедергі келтіргісі келген содырлығыма, бар пәрменімен тасыр-тұсыр 2 қол, 2 аяғымен суды шалпылдатсын кеп. Ей, жындыма мынау, балықтарды үркіттің ау, деп балалар ұлардай шулады. Айлын жиятын Жанасыл емес. Тух, қандай рахат, деп сүңгіп алды суға. Бұның не? Деді тақау тұрған Сәдібек Жанасылдың қасына жетіп барып. Шомылатын жер жетпеді ме саған? Жоғал әрмен. Жасы үлкен палуан денелі Сәдібек ұрып жібереме деп зәре құты қашқан Жанасыл кінәсін мойындап, жылыстап жағаға шықты. Біраздан соң жан жаққа пышырап қашқан майда балықтар балалардың банкілеріне біртіндеп түсе бастады. Осы кезде, «Әй, ақалақ! Нұржан, қараңдар! Менің банкіме бір үлкендеу балық кіріп кетіп, шыға алмай жатыр», деді Тәуекел айқайлап. «Тсс, айқайлама, үркітесің». Ақырындап, банкіңнің аузын жоғары қаратып судан суырып ал, деді Самат. Тәуекел солай жасады. Қараса, алабұға. «Алақай, жарадың, Тәуекел, жарадың, балық жейміз», деді айқайлаған Жанасыл елден ала бөтен қуанып. Қашанда ағысқа қарсы жүзетін балықтардың біреуі 3 литрлік шыны банкіге, ашыған көженің қалдығы күрішті жеймін деп қақпанға түсіп, кіруін кірсе де тұйыққа тіреліп шегінуді білмей, өзін-өзі нәпсі құлқыны үшін құрбандыққа шалғанын білді ме, білмеді ме, ол жағында балалардың шаруасы қанша. Әйтеуір балық жейтіндеріне мәз. Өзге ұлдар да құралақан емес. 30 шақты май шабақтары мен жалғыз алабұғалары бар қара сирақтар үйлеріне олжалы қайтты. Дабырлай сөйлеп, бірі-біріне сөз берер емес. Бұл кезде ұясына құлаған күміс күн біртін көкжиекке сіңіп бара жатқан.